Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кереметтей түріктің бөрегін әзірлейміз. Бөректерімізді етпен әзірлейміз. Өте дәмді болып шығады, әрі тойымды. Бөректеріміздің сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады, әрі дәмді. Бөректерімізді әзірлеу үшін ең алдымен қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, ұнымызды електен өткізіп аламыз. Бөлек ыдысымызға үй температурасына тұрған суымызды аламыз. Суымыздың үстіне тұзымызды қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Илеп алған ұнымыздың ортасын ашып, сұйықтығымызды құямыз. Ұнымыз бен сұйықтығымызды жақсылап біріктіріп араластырамыз. Осылай араластыру қиын болғандықтан қасығымызды алып, қолымызбен жақсылап біріктіріп, қамырымызды илеп аламыз. Артық ұн, су құймаймыз, қоспаймыз. Осылай қамырымызды біркелкі ғып, иіні қанғанша жақсылап илеп аламыз қамырымызды. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алдым. Илеп алған қамырымызды пакетімізге салып, сәл демалдыруға қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Пиязымызды жақсылап ашып, жуып, төрт-бүштетіп, майдалап пияздарымызды турап аламыз. Майда ғып тураңыздар, сонда әдемі көрінеді. Осылай пияздарымызды турап алдық. Енді ыдысымызды алып, пиязымызды турап алған саламыз ыдысымызға. Пиязымыздың үстіне фаршымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды, қарабүрішімізді қосамыз. Жақсылап салмамызды біркелкі болғанша араластырамыз. Осылай араластырып алдық салмамызды. Енді салмамызды бөлек қойып, дайындап алған, илеп алған қамырымызды алып, жақсылап иінін қандыра отыра, тағы да илеп аламыз қамырымызды. Осылай иінін қандырып, пакетімізге салып, 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткесін пакетімізден қамырымызды алып, тағы да иінін сәл қандырып, иіні қанған қамыр өте әдемі болып шығады. Осылай қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Осы рецептпен 6 бөлек шығады. Қамырларымызды дөңгелек етіп осылай жинап аламыз. Осылай барлығын жинап алдық. Енді пакетімізді қамырларымыздың бетіне жауып, бір қамырымыздан алып, сәл-сәл жайып аламыз. Ортасына кукурузный крахмал сеуіп отыра қамырымыз жаямыз. Осылай 3 қамырымызды кукурузный крахмал қосып отыра жайып алдық. Сәл ғана жаямыз бірінші. Міндетті түрде кукурузный крахмал қосып отыра жаямыз. Қалған 3 қамырымызды бөліп қойып, сәл жайып алған 3 қамырымыздың ортасына кукурузный крахмалымызды қоса отыра, үшеуін бірде ғып, жоға болғанша жайып аламыз. Қамырымыздың екі шетін баса отыра жайыңыздар, сонда әдемі болып шығады қамырымыз. Ортасын, қамырларымыздың, 3 қамырымыздың ортасын көріп тұрыңыздар, жабысып қалмасын. Осылай кукурузный крахмалымызды қоса отыра, сеуіп, қоса отыра, жақсылап біркелкі жоға болғанша қамырымыз жайып аламыз. Осылай қамырларымды біркелкі болғанша жайып алдым. Бөрегіміздің құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Қамырларымызды осылай біркелкі ғып жайып алдым. Өте жұқа қамырларымыз. Үшеуі де біркелкі жұқа болып шықты. Енді 2 қамырымызды бөлек қойып, бір қамырымыздан алып, 82% сары майымызды ертіп, ортасына жақсылап жағып шығамыз. Майымыз ыстық болмасын, қамырымыз жұқа болғандықтан жыртылып кетуі мүмкін. Егер ыстықтай жақсаңыздар майды, майымды жағып алып, енді дайындап алған салмамызды салып шығамыз. Салмамызды да көп қоспаңыздар. Осылай біркелкі ғып салмамызды салып, жайып шығамыз қамырымызға.
осылай орташа қылып салып салмамызды жинап, енді қамырымызды жинаймыз осылай. Салмамызды салбағасын. Осылай қамырымызды жинап алдық. Енді тағы да осылай дөңгелек етіп жинап, листімізді алып, осылай бөрегіміз әдемі болып шығады. Пергамент қағазын төстеп листімізге бөректерімізді қоямыз. Енді екінші қамырымызды аламыз. Сары майымызды барлық шетіне жағып шығамыз. Сары майымызды жағып алдық. Енді салмамызды саламыз. Барлық шетіне бірдей қылып төсеп, пешімізді қыздыруға қойып қоямыз. Осылай салмамызды салып алдық. Енді қамырымызды жинаймыз. Тағы да қамырымызды жинап, осылай бөректеріміздің барлығын дайындап аламыз. Осылай дайындап алдық. Енді бөректеріміздің қып-қызыл болған қалып, жұмыртқамызды барлық шетіне бір келкі қып жағып шығамыз. Үстіне әдемілік үшін күнжетімізді сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 45 минутта пісіп шығады. Осымен кереметтей бөректеріміз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, барлық жанның көңілінен шығады. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.